Бұларды жау қоршап алып, өздерін екі оттың арасында қалғанын енді аңғарды. Алдында жау, артында тілсіз жау Шу өзені. Шудан өтейік пе деп еді, жігіттер қашқанымыз болама деп намыстанып тұрғаны, көкжал барақтың саспай тұрғаны білінді. Сөйтіп шайқас басталып кетті. Олар 600-700-дей болып қалады. Шыңғожа батырға көздеп тұрған біреу бар екен. Арт жағынан гүрсеткен мылтық дауысы естілді де, әлде бір соққы тигендей жауырын ортасы ып-ыстық болып өртеніп кетті. Лезде көзі қарауытып кетті, бір кезде біреулер қолтығынан алып, сүйіп келе жатқандай ма қалай өзі түсініңкіремей тұр. Бір уақытта көзін ашса, өзінің қосшысы Қырықбай мен Еспенбет үшеуі өзенді жағалап, төмен қарай құлдай шауып келеді екен. Әрең дегенде шығып шауып келе жатқанда: «Тоқтаңдаршы, жерге түсіріңдер», деді. Шыңғожа бірінші рет тілге келіп: «Мен бұдан әлі жүруге халім жоқ. Тоқтағаны нес, қазір сәл шыдасаң өзеннен өтеміз», деді Еспенбет. «Жігіттер, ай қинадыңдар-ау. Жерге түсіріңдерші. Мен сендерге айтар аманатым бар. Мені бұдан ары сүйреп жанымды қинамаңдар», деді. Шыңғожа батыр сәл ширағандай болып: «Мен енді бұл дүниелік емеспін. Тағдыр ғой, топырақ осы жерден бұйырған шығар». «Қой қожа, ондай сөзді айтпашы», деп көңілі босаған Еспенбет теріс қарап: «Қырғызда мұсылман ғой, бетімізді жасырар, болмаса өзенге ағысып жіберсе тіпті жақсы. Қазақ жерінен бірақ шығармыз», деді Шыңғожа батыр күлімсіреп. «Бірақ моласыз қалғым келмейді. Әрі-бері өтіп жүргенде бет сипайтын белгі керек. Орындайсыңдар ма?» «Ол не соншама? Не тілесеңде мойнымызда қарыз болсын», десті жолдастары тіл қатып. «Басымды сәл көтеріңдер де, қылышымды беріңдерші», деді. Шыңғожа батыр бар қуатын жинап, бас бармағын кесіп түсірді де: «Қырықбай, сен ана бармақты орамалына түйіп ал», деді. «Біздің қыстаудың түбіндегі қара шоқыны білесің ғой, сол жерге апарып жерлеңдер. Өзі керуен жолдың бойы. Туған жердегі менің молам сол болады», деді де жүріп кетті осы өмірден. Осы мезетте арт жақтан аттың дүбірі естілген. Өне бойынан қан саулаған тағы бір жаралы сарбас шауып келген. Аттан түсер хәлі жоқ секілді. Қырғыздар қуып келеді. «Тез атқа қоныңдар» деуге шамасы әрең келді. Бұл кезде Шыңғожаның денесі суып бара жатқан. Бірақ жүзінен нұр тайған жоқ. Өзінің ақтық тілегін іске асырып, о дүниеге армансыз аттанғаны байқалады. Жаны жәннатта болсын шейіттердің. Еспенбет пен Қырықбай марқұммен қоштасты да амалсыз атқа қонды. Батырдың дулысын ерінің алдыңғы қасына кигізіп, қылышын қанжығасына байлады да, қырғыздар жеткенше 3 салт атты өзенге түсіп үлгерген. Өзеннен өтсе болғаны, ар жағында қазақтың кең даласы өз ұлдарын құшағын жая күтіп тұр. Жаман хабар жатама, Шу бойындағы қанды қырғын туралы су хабар ел ішінде тез тарады. Оны таратқан өзеннен аман өткен жолдастары. Қордай асуында күтіп жатқан жасақтың алдыңғы легі тұғын. Олар арттағы қанды оқиғаны Еспенбеттен естіп білісімен, жан-жаққа қос-қос атпен жаушылар аттандырған, естіген жанның төбе шашын тік тұрғызатын су хабар ең алдымен Түркістандағы Әбілмәмбет пен Абылайға жеткен. Одан ары тізгін ұшымен Қаратау асып, Сарысу бойлап Ұлытауға, Арқаның кең даласына жайылды. Жол жөнекей бүкіл Жетісу жерін дүрліктіріп, Барқытбел, Алтай асып бара жатты. Ызғарлы су хабар барлықтың бауырында отырған Қабанбай ауылын аяздай шарпып өтті. Бұл хабарды естіген Қабанбай батырдың көзінен моншақ-моншақ жас парылады. Ал Қырықбай неше күннен бері қастерлеп сақтап жүрген Шыңғожаның аманаты кесілген бармақты көргенде қолбасы қатты тебіреніп, ауыр қайғыдан есеңгірегендей болып бүгіліп отырып қалды. Бұл 50 жыл бойы ат үстінен түспей, неше түрлі қырғынды бастан өткерген Қабанбайдың бұрынды соңды естімеген сұмдығы еді. Діні, тілі бір, мұсылман баласы түгілі, ата жауы кәпірден күтпеген қаталдық. Қырғыздар қанша араз болса да тағдыры бір туыс еді ғой. Адалдыққа берген анттарын бұзып, осыншама қатыгездікке қалай барды екен? Қайран көкжал барақ. Қазақтың қайраусыз қара балтасы едің ғой, аламан әскердің айбына едің ғой. Ал Шыңғожаны ойлағанда қолбасының ет бауыры ауыратын еді.
Марқұмның өсиеті бойынша аманат бармақ өз қыстауының іргесіндегі қара шоқының басына жар тасты қашап тұрып, белуардан келетін шұңқыр қазып, ішіне бармақ салынған қобдишаны сол шұңқырға арулып жайғастырды да, алыстан көрініп тұратындай мола тұрғызылды. Әрі-бері өткен адам дұға оқымай, бет сипамай өтпейді. Бармақты жерлеген соң, қапыда кеткен ерлердің рухына Құран бағышталып, үлкен ас берілді. Сол асты қазақ батырларының құнын сұрап кегін алу жайлы да сөз болып жатты. Қырғызға қашан аттану керек? Хан жарлығын күтеміз бе, әлде өз беттерімен тарта береміз бе? Қолбасы Қабанбайды да, басқаларды да тұйыққа тіреп ойландырған жағдай осы еді. Алайда, дәл осы күндері шу бойынан тағы бір суық хабар жетті. Анық хабар екен. Қырғыз манаптары мерт болған құрбандардың сүйегін қорлап, өлген қазақтың басынан мұнара тұрғызыпты. Алыстан көзге шалынатындай етіп, бір бас, бір шымнан мұқият қалап шыққан. Қай атасынан қалған дәстүр кім білсін, оны өздері кәллә мұнара деп атап, жеңіс құрметіне кәдімгідей той жасаған көрінеді. Қайғылы қаза, аянышты өлім, өз алдында мұсылманшылыққа жатпайтын мына сұмдықты естігенде, асқа жиналған қалың ел күңіреніп кетті. Мұны анық қанығына жетпей, егер рас болған жағдайда, ерлердің кегін екі есе қылып қайтармай, мына халықты тоқтату мүмкін емес еді. Бойында қаны, кеудесінде жаны бар, бауырынан саритын, қазақ баласы ойланбастан атқа қонды. Кек тек қана кек алу керек деп. Арнайы хан жарлығы шықпай-ақ, аттаныс жарияланбай-ақ, айналасы бір аптаның ішінде ертіс бойынан, Барқыт белдің күнгейі мен теріскейінен, мұздай қаруланған 5 мыңдай қол жиналды. Қолбасы Қабанбайға тек аламан әскерді бастап, жорыққа шығу ғана қалып еді. Аягөзден аса бере 6 мыңға, Іледен аса бере 7 мыңға жетті. Осы өлкелерді мекендейтін Қаракерей мен Матай, Садырдан, Жалайыр мен Албан Суаннан, Шапрашты мен Ыстыдан, Ерікті аламан дегенің жүздеп мыңдап құйылып жатыр. Әншейінде ел шетіне жау тиді дегенде, зорға қозғалатын етек басты жұрттың мұндай шалт мінезіне Қабанбай өзі таң қалды. Неге аяқ астынан жұмылған жұдырыққа айналды бұл қазақ сыры неде? Олжаға малға қызықты ма десең, оны баяғыда шауып алуға болушы еді. Сөйтсе намыс екен жібермейтін. Арада 2-3 күн өткенде арқадан аттанған сол әскерде келді. Аз емес. 7 мың найза. Әскердің бәрі қордай асуына қос тікті. Әне-міне дегенше Абылай хан да келді 5 мың әскермен. Қырғыздардың жасаған мұнарасын көріп ел жағасын ұстады. Қолбасылары да Абылай ханда қабағы түскен күйі келіп көңіл айтты. Абылай хан ас берер алдында астындағы ақбоз атын құрбандыққа шалып жіберді. Мұнараны бұзып, бас сүйектерді жинап, жуып, ақ матаға орап, Құран оқып сол жерге жерленді. Содан барған қалың әскер есесін қайтарды. Осы жерден тәмәмдайық. Осындай батыр бабаларымыз белшесінен қан кешіп жүріп, қазақ жерін жаудан тазалап қорғағанын ұмытпаған дұрыс. Жастарға, балаларға айтып миына құйып қойған абзал болар. Сол кезде детский травма қыртың сыртыңды білмей мықты жігіт болып өсуіне септігін тигізер. Енді ұнаған болып жатса каналға тіркеле кетсеңіздер. Мына жерде айта кететін бір жайт бар, ешқандай елді жамандау емес, бұл тарихтан алынған мәліметтермен бөлісу.